Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен өте керемет дәмді шығатын осындай сочный мантының рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар 2 жұмыртқа, тұз, сұйық май және қант, су, електен өткізілген ұн қажет болады. Бәрін ыдысымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, үстіне електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Мен қамырда осылай машинкада илеймін. Бұл міндетті емес, қолмен илесеңіз де болады. Бізде осындай қолға жабыспайтын әдемі қамыр болады. Қатты да емес, өте жұмсақ та емес. Осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай қайырып, кішкене 2 бөлікке бөліп аламыз да, бір бөлігін мешочыққа салып қоямын. Екінші бөлігін біз бөлшектеп, кішкентай бөлшектерге бөлеміз. Әрбір бөлшекті егер ровно болсын десеңіз, 20 граммнан бөлсеңіз болады. Осылай алақанымыздың ортасына қойып, осылай үстін басамыз. Мантымыз біздің ровно жайылу үшін және ортасы жұқа болып кетпеу үшін. Мантымыздың қамырын осылай дөңгелетіп бөліп алдық. Енді мешочыққа салып, кішкене ұн араластырып, бетін жауып тұрамыз. Жауып қоямыз. Кішкене бойын алып, демалады қамырымыз. Енді біз начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге фарш қажет болады. Пияз, қара бұрыш, су, сұйық май және тұз қажет болады. Пиязымызды осылай бөлшектеп, майдалап турап аламыз. Пиязымызды фаршымыздың үстіне қосамыз. Тұзымызды қосамыз. Қара бұрышымызды. Сұйық майымызды құямыз үстіне. Және суымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің начинкамыз осымен дайын. Қамырымызды осылай дөңгелетіп, жайып аламыз. Осылай дөңгелетіп жайып алдық. Енді ішіне фаршымызды саламыз. Бізде қамырымыз 20 граммдай қамыр болады. Фаршымызды егер өлшеп қосамын десеңіздер, 40 граммдай фарш қосу қажет. Енді видеода көрсетілгендей қылып, саусағымыздың ұшымен ұстап, осылай біріктіреміз қамырымызды. Осы рецептпен жасап, тоңазытқышта қатырып қойсаңыздар да болады осы мантыны. Бұл қамырдың ерекшелігі қолға да піскен соңда жабыспайды. Өте керемет, жұмыс жасағанға да ыңғайлы. Осылай бәрін бүгіп шықтық. Енді мантаваркамыздың майлап аламыз. Мантыларымызды жайғастырып, отымызға қойып, 45 минуттай пісіріп аламыз. Мантыларымыздың үстіне май жақсаңыздар да болады, бірақ бұл міндетті емес, жақсаңыз жұмсақ болады мантымыз. Мантыларымыз 45 минут тұрып осылай пісіп шықты. Қолға жабыспайды және сочный болады. Өте дәмді шығатын манты жасап көріңіздер. Ішінен сорпасы ағып тұратын өте дәмді және сочный манты жасап көруге кеңес етемін. Астарың дәмді болсын.